Әңгімелер. Интимдік өмір оқиғалары. Мен сипаттаған оқиға болды. Осы жылдың шілдесі. Өз үйімде. Моншада. Үшін кешенде, дәлірек айтқанда. Демалыс. Монша, беседка, барбекю және демалыс бөлмесі. Және осылай болды. Бізге қонаққа кел. Бір-екі дос келді, Лена мен Михаил, мен әйелім Светланамен бірге. Бәрі басталды. Әдеттегідей. Саунаны қыздырып, демалуға арналған джентльмен жиынтығын дайындадық. 4 көңілді дос. Ет, дастархан, әдеттегідей, және, әрине, алкоголь. Бастап. Біз коньякты ауыр сусындарға келгенде ғана ішеміз. Әдетте қыздар қабылдайды. Мартини мен спрайт алыңыз. Көңіл көтеру үшін. Барар уақыт болмай тұрып ішкен. Монша. Дәл үйде. Мен бұл жерде эротикалық әңгіме тақырыбына қатысты не болғанын білмеймін. Мүмкін бұл еркектің жыныстық қатынасқа деген көзқарасы ерекшеленетін жас. Мидағы қосымша конволюция. Бұл әртүрлілікті қажет етеді. Мүмкін жұлдыздар жанып тұр. Аспан жыныстық қатынаста жаңа зерттелмеген ойын-сауыққа бағыт берді. Ләззат. Бұл туралы енді болжау қиын. Бірақ дегенмен нәзік кеңестер. Бірлескен қозғалыстар менің басымнан жарқ етті. Топтық секс қиял. Мүмкін бұл әрқашан әр адамның жасырын қалауында, бірақ оны жүзеге асыру. Шын мәнінде әркім өз басына салынған моральдық және этикалық нормаларға сәйкес шешім қабылдамайды. Бала кезінен. Сосын мен кенеттен еріп кеттім. Мен жай ғана Моншаға баруды ұсындым. Төртеуміз бірге және купальниксіз. Мен ұсыныс жасаған кезде мені түсінбейді деп күткенмін. Және бір-біріне қарап, олар ұялшақ болады. Бас тарту. Бірақ керісінше болды, тіпті сәл ілулі тұрды. Маған қолдау көрсетілді. Алғашында Михаил неге болмасқа деп қолдады. Реакциясын бақылайды. Қыздар, мен олардың көздерінен жағымды ұшқын мен жұмбақ күлкілерді байқадым. Көбірек. Айтайын дегенім, жасымыз 25-ке толмаған, бұрынғы кеңес одағында тәрбиеленгенбіз. Кеңістік. Бұл реакция. Маған ұнады. Бұл адамдардың өмір сүрмейтінін білдірді. Өткен және заман ағымына ілесу. Мүмкін менің жанымда, бірақ бәрібір. Иә, мен ойладым. Кез келген бақытсыздық жаман бастамадан басталады. Әңгіменің тақырыбын жалғастыру үшін мен оны тікелей айттым. Және қалай? 4 адамға ғашық болу туралы ма? Михаилдың реакциясын болжау мүмкін емес еді. Ол. Неге екені белгісіз әйелім Светланаға қадала қарады. Оның ішінде қандай ойлар болды. Басы коньякпен болтты. Бұл маған күн сияқты түсінікті болды. Мен оны бірден айтамын. Біз ешқашан свингер болған емеспіз, бірақ әйелім екеуміз бұл тақырыпты бірнеше рет талқыладық. Және ештеңе. Ортақ белгіге келе алмады. Бұл бізге керек пе, жоқ па? Ол бізді жақындастырады. Серіктестер алмасу немесе бұл ажырасуға әкеледі ме? Менің ойларым сол тақырыпта ұшып кетті. Жасалмаған нәрсеге өкінгеннен гөрі істегені жақсы. Басқаларға қарап мен белгіге, қажетті уақытта және дұрыс жерде тигенімді түсіндім. Лена және менің сүйіктім. Светаның әйелі тек жымиып, неге екені белгісіз бір-біріне қарады. Мен соларды түсіндім. Бұл тақырып ханымдар әңгімесінде де болды. Бірақ олардың талқылағаны біз үшін жұмбақ күйінде қалып отыр. Ер адам үшін әрбір әйел қандай? Мен психикалық демін алды. Және бәрін тегістеу үшін ол тағы бір кішкене сусын ішуді ұсынды. Уақыт өтті, Монша жайғасып үлгерді, біз керек жарақпен заттармен көштік. Беседканың жағы. Менің Монша кешенімнің өз үйімнен алыс емес жерде орналасқан. Әртүрлі адамдарды, егер олар жалғыз қалғысы келсе, киім ауыстыратын бөлмеде, ал кейбіреулерінде алаңдату. Үй. Монша жақсы болды. Мен оны тұншықтырмас үшін қыздырдым, бірақ олай емес. Басы ыстық, аяғы салқын болсын. Бәрі қалыпты жағдайда болды. Беседкаға орналасты. Дастархан басында олар азық-түлікті қойды. Мен алдымен Моншаға бардым. Әйелім Светлана және мен. Жайбарақат шешініп, жайбарақат бу ваннасын қабылдады. Моншада мен бұл туралы бір сөз айттым.
Светамен тақырып, бірақ бұл қалай болатынын көрейік деген жауап алды. Бірақ ол достарын көру үшін беседкаға шыққанда, ол оны өзіне тастамады. Орамалын алып, оның ыстық денесін сыртқа шығарды. Батып бара жатқан күн, жаздың жылы лебі және, әрине, көз. Лена мен Михаил мен олардың реакциясын байқап, ұстануға тырысып, соңынан ердім. Оның еркек табиғаты 5,5-да, бірақ сезімнің жаңалығы. Маған керісінше айтты. Лена мен Михаил артымыздан бұл бөлмесіне кірді, бірақ қандай да бір себептермен олар онда ұзақ тұрмады, олар жай ғана сөйлесіп жатқан сияқты. Айтпақшы. Айта кету керек, кез келген ер адам сияқты менде Ленаға деген ынта болды. Жалпы біздің жұпта бұл құпия емес еді, бірақ солай көрінді. Ерлердің бөлінуінің ең қарапайым түсінігі жыныстық қатынас пен махаббат. Әртүрлі бөлімдерге бөлінеді. Ер адамның миында, ал менің әйелім Светлана мұны өте жақсы түсінді. Қолдамады. Бірақ оны өмірдің қалыпты жағдайы ретінде қабылдады. Лена мен Михаил шықты. Моншадан барлық даңқымен шықты, бірақ Миша соншалықты күшті емес болып шықты. Оның сиқы болды. Қатты толқыды және ол болып жатқан оқиғаға реакциясынан сәл ыңғайсызданып қалды. Достық қарым-қатынасын жеңілдету және олардың рухын тыныштандыру үшін оған сусын ұсынды. Күн енді батып, шілденің аптап ыстығы басылмай тұрған еді. Босату үшін. Қоршаған ортаға және мен нудист жағажайында болғандай қарап емес, мен кірдім. Бұл бөлмесі сөреге жатып, буға қызмет етіп, рух пен әртүрлі дәмдеуіштерден ләззат ала бастады. Моншада пайдалану үшін арнайы дайындаған. Мен бумен пісіргім келмеді, деп ойладым. Шамамен бір нәрсе. Күтуде бір ғана нәрсе болды, қалай және не болады. Ары қарай не болады. Мен барлық жағдайды өз қолыма алғым келмеді, сондықтан. Өйткені мен ең маңызды нәрсені жасадым. Бәрі өз жолымен жүрсін деп ойладым. Маған көп күтудің қажеті жоқ еді. Лена үнсіз бұл бөлмесіне кірді. Басымды бұрып, мен. Ол таңданған кейіппен, менің әйелім қайда деп сұрады. Тайгрива жоқ деп жауап берді. Біз оларға араласамыз деді. Бұл сөздер мені бір уақытта толқытты және мені таң қалдырды. Монша қабырғасының артында не болып жатқанының белгісіздігі. Жалаңаш бір түрлі әйел. Менімен бұл бөлмесінде. Бірақ соған қарамастан менің басым жақсы және желді сезінді. Мен білмедім. Қайдан бастау керек? Мен жай ғана сол жерде жатып, не болып жатқанын өз бақылауыма алуға мүмкіндік беріп күттім. Тақырыптар. Сол кезде Лена оны алды да мені пенисімнен оңай ұстап, баяу бастады. Оны қолыңызбен уқалаңыз. Ол жақсы тұрды деп айтасыз ба? Ештеңе айтпа. Жағдай миды қайнатып жіберді, бірақ сусын шамадан тыс толқуға жол бермеді, өйткені сезімдер. Сусыннан түңілді. Менің басымда ерекше сезім. Менің әйелім қабырғаның артында. Түсініксіз позадағы бір түрлі адам. Басқа біреудің әйелі. Және ол менің мүшесіммен мастурбация жасайды. Монша. Бұл қандай кеш болып шықты. Диновацияны көп күтудің қажеті жоқ еді. Келді. Жалғасы. Әйелім Моншаға келді, ол қызық күйде болды. Ол Михаилды өзімен бірге алып келді, ол оны шиеленіскен мүшесінен бастап жүрді. Мұнда. Күлкілі. Бұл көрініс мені жайдан жай қозғап қойған жоқ. Мен қолыма тиіп кете жаздадым. Жалқаулық. Бұл ұят болар еді. Деп ойладым. Жұмбақ күлімсіреп екінші қолында. Света екі мүше қап ұстады. Бірдеңені ұмыттың ба? Біреуін ол жалқаулыққа берді, бұл. Ептілікпен оны органыма тартты. Мен көзімді жарығыма аудардым. Менің басымда. Түсініксіз ойлар мен сезімдер шырылдап жатты. Мен оның ойнақы болғанына таңырқай қарадым. Күлді. Және ол мұны бірінші рет жасамаған сияқты. Басқа ерлер қозғалысымен. Қолдары резеңке жолақты оның пенисіне тартты. Бұл сәтте Лена уақытты босқа өткізбеді, Ол жай ғана менің үстіме шықты, ол да күйеуіне қарап тұрды. Миша, менің ойымша, бұл күлкілі. Ғашықтардың екеуі де жартыларына қадала қарады, немесе назарын жоғалтудан немесе ішуден. Бірақ ол оны кискамен ала алмады.
менің жамбасында. Менің Светланам мұны түсінді, бұл қандай керемет. Ол жай ғана жайбарақат жақындап келеді. Алды және менің петух қалаған киска бағытталған. Мен оған қызыға қарадым, бірақ көрмедім. Басқа жаққа қарауға болады. Света жымиып, бірақ сен мұны өзің қаладың деді. Сонымен, барлық жолмен жүріңіз. Және ептілікпен менің үстімде. Және ол қарап отырды. Күйеуіне де. Және аяғын ептілікпен бұл бөлмесіндегі орындыққа лақтырып жіберді де ол түбін бүйіріне шығарды. Михаил ол қолдың ұзындығында болды. Мен өзімді ұстай алмай. Ол қолын созып, оның дымқыл кеудесімен ішінің үстінен сырғанап, оның лобасына жетіп бастады. Инсульт және кисканы жоғары қарай уқалаңыз. Мен не болып жатқанын қатты түсінбей қалдым. Менің жарығымның денесі аздап қозғала бастады. Содан кейін менің есту қабілетім іске қосылды және мен шапалақпен ұрғандарды және толқыған әйелдің таныс қайта-қайта дірілдеген дыбысын естідім. Писки. Содан кейін бұл дыбыстың ғана емес, дыбыстың да бар екенін түсіну таң қалды. Менің жыныс мүшесінің кіруі Ленаның кискасына, ол барынша тырысты, содан кейін тұмандағыдай. Менің сүйікті Светлананың жүзі көрінді. Шапалақтан табан сәл дірілдеп кетті. Михайла оның есегі, бірақ оның бетінде толық рахаттың көрінісі болды. Болып жатқан. Мен оның бетіне ерніммен қол создым да сүйіспеншілікке ұластым. Бір сәт болды. Әрине, бұл тым шың. Мен қарсы тұра алмай келдім. Сондықтан мен ойладым. Презерватив ағып кетуден жыртылады. Бірақ мүше 16-ға жеткендей тұра берді. Жыл, Еленаны аяқтауға мүмкіндік берді, оның артынан Миша аяқталды. Нұрдың әйелі менен ернін алып айқайлады, ал аяғы бүгіле бастады. Оргазмның бақыланбауы. Аралас көмегімен ол оны құлаудан сақтап қалды, және оны орындыққа отырғызды. Оқиғадан кейін ісімізді қалай тазалағанымыз есімде жоқ, бірақ біз алған қанағат өте үлкен болды. Ештеңе болмағандай кешті жалғастырдық. Ол ешқашан болған емес. Тек олар енді өздерінің тырнақтарын байқамайды. Достарым кеткен соң мен талқыладым. Әйелімен не болып жатыр, бірақ мен қойылған сұрақтардың барлығына нақты жауап ала алмадым. Жауап. Жақсы да, жаман да емес. Сондықтан бұл біздің талғамымызға сай болды деген қорытынды. Мен мұны екеуіне де жасай алмаймын. Маған ұнады ма, жоқ па, бұл да ашық сұрақ. Жаңалық. Иә. Екінші жартыңызбен сіздікі арасындағы жыныстық қатынастың қызықты суреті. Оның көз алдында сатқындық. Иә. Мен мұны қайталағым келе ме? Әрине, иә. Бірақ тек бірге. Светлананың келісімімен және оның мақұлдауымен.